Тараздан Астанаға самолет ұшайын деп жатады ғой. Алдында ғана самолет айдайтын бар ғой, пилот хабарлайды ғой. Құрметті жолаушылар, біздің самолет 5 минуттан кейін 500 метр биіктікте болады. Ауа температурасы 20 градус 0-ден жоғары. Белбеулеріңізді тағып отырыңыздар. Барлықтарыңызға сәт сапар дейді да, микрофонды өшірді, ұмытып кетеді ғой. Қасындағы пилот айтады ғой. Бәлә, қазір анау плотно тышып алам да, стюардессаны айдайын деп айтады жаңағы. Самолеттің ішінде 250 адам естиді ғой жаңағы. И самолеттің ең соңғы жағында стюардесса қалып қалады ғой. Қарабет жету керек. Мыңмен жүгіреді ғой жаңағы жағаш. Аяғы шанс қалады да. Сальтамен аунап, юбкасы жиырып кеткен жоғары. Бір кемпірдің алдына топ етіп қойды ғой. Сөйтсе ана кемпір қарап отырып. Ей, қызым, асықпа. Ол әлі тышат бір. Короче, әйел мен күйеу ұйықтап атады ғой. Сөйтіп әйел деп шошып оянады ғой. Бай қорқып кеткен. Не болды дейді ғой. Жаным, қорқып кеттім, жаман түс көрдім, ужас көрдім деп айтады. Енді айтсайшы, қандай түс? Жалғыз өзім таудың үстінде кетіп баратырмын. Артыма қарайым, қасқырлар жүгіріп келатыр. Уақыт өткен сайын артыма қарап қоям, қасқырлар көбейіп жатыр. Мен қашып келатырмын, уже жардың қасына жеттім. Аяғым шалын ұстап жаңағы құздан құлап кетем ғой деп айтады дейді да. И құлап бара жатып бір тал ұстап қалдым деп айтады дейді. Жерді қарасам, жер 500 метр құласаң өлесің. Осы жерде шошып ояндым деп айтады. Көрдің ба, жүрегім әлі дүрсілдеп тұр, жаным дейді екен де жаңа әйел айтып жатқан ғой. Сөйтсе бай тұрып. Енді түс қой, енді болады енді. Енді ана талды жіберсеші, енді ауырып кетті ғой. Короче, бір үйге келін түседі ғой. Сөйтіп комнатасында жатады ғой жаңағы келін, күйеуін күтіп. Жалаңаш төсегінде. Ойламаған жерден енесі кіріп келеді ғой жаңағы. Ей, келін, не жатсың о жалаңаш? Ей, ұялмайсың ба? Мынау киім қайда дейді ғой. Сөйтсе анау сөз тапқан қолға жоқ, саспай келін бүйтіп айтады ғой жаңа енесінде. Апа, бұл махаббат көйлегі, сіз дұрыссыңыз дейді ғой. Дейді. Е, махаббат көйлегі. Келесі күні жаңағы енесі да апасы өзінің комнатасында жатады жаңағы. Атамызды күтіп. Сөйтіп жаңа комната кіріп қалса жаңағы апа жатыр дейді. Жалаңаш. Ата тұрып, ей, мынауың не десе? Бұл махаббат көйлегі деген ғой. Хотя бы ана көйлегіңді үтіктеп алсайшы деп айтады. Короче, папасы, мамасы, баласы кешкі тамақ ішіп отырады ғой, ужин ішіп отырады. Мамасы тұрады да баласына айтады ғой. Балам, анау Әсел қалай, не үшін саған ұнамайды? 2 дипломы бар, жұмысы бар, үйдің тірлігіне мықты, бай қуатты семьядан шыққан, үйді жинағанда өлтіреді, тамақты дәмді жасайды, сиыр сауалады. Ей, несі ұнамайды саған, айтшы дейді ғой. И баласы тұрып, қойш, мұрның асы мұң-мұң кетеді ғой. Мамасы шыж-бұж болады да, әкесін айтады ғой. Ей, сен хотя бы әкесісің ғой, бірден кет десейші дейді ғой. Әкесі қарап тұрып. Шыны керек, ол қыздың емшегі маған да ұнаған. Короче, 41-ші жыл, немістер мен Совет өкіметі соғысып жатыр ғой. Гитлер мен Сталин бір-біріне связға шығады. Соғысып жатыр. Өліп жатқан ешкім жоқ. Бәрі окоптарында тығылып жатыр. Одан екеуміз былай келсек дейді. Неміс жақтан, біз жақтан бір орыстың есімін айтамыз. Сол орыстар шығады. Біз пақ-пақ-пақ деп соларды атамыз. Дәл солай сендер бір немістің есімін айтасыңдар. Ақсүйрек пен көксүйрек. Иә, ақсүйрек пен көксүйрек. Сөйтіп соғыспасақ, бәрі тығылып жатыр дейді ғой. Немістер бастайды. Володя дейді ғой. Өңшең Володялар ат шығады. Пақ ат бастайды. Ар жақтан тұрады да орыстар немістерге қарап тұрып, Швайштайгер дейді ғой. Пақ өңшең Швайштайгерлерді ат бастайды. Сөйтсе окопта бір қазақ жатыр дейді. Нөгербек деп айтпасайды. Бір ауылдың қақ ортасында бір тал бар екен да. Сол талдың үстіне аю шығып кетеді ғой. Халық, ажиотаж, паника болып жатыр. Енді не істейміз, деп жатқан кезде бір ауылдың қариясы айтады ғой. Өмірбекті шақырыңдар, бізге өмірбек керек дейді ғой. Сөйтсе өмірбек ярый охотник екен да. Бәрі иығында мылтық, қолында тузигі бар, короче, иті да қандан келатыр дейді. Өмірбек, енді не істейміз десе, өмірбек айтады дейді. Короче, қазір мен талға шығам, талды сілкейм, аю құлайды жерге. Сол кезде анау тузик өзінің жұмысын істеп тастайды. Не істейді десе, жұмыртқасын шайнайды дейді ғой. Сол кезде аю өледі. Онда мына мылтығыңды не үшін алып келдің атпасаң дейді ғой. Енді тыңда,
егерде талдың үстіне мен құласам, ана тузикті аттастаңдар. Короче, бір ауылға айдағар түседі ғой, сөйтеді да ауылды жайпап атады ғой, қиратып аузынан от шығарып, өшіп ауылды бычытқып атады ғой. Ауыл ақсақалдары тұрып, бізге батыр керек деп батырға барады. Батырға мән жайды айтып түсіндіреді, ана батыр қарап тұрып, маған ойлану керек дейді ғой. Қанша уақыт десе, 1 ай дейді ғой, қуасың ғой, короче. Екінші батырға барады, екінші батырға барса, маған да ойлану керек дейді ғой. Қанша уақыт десе, 2 ай дейді ғой. Сендер естерің дұрыс па деп, үшінші батырға барады. Үшінші батырға барса, короче, ана үшінші батыр киіз үйдің ішінде жантайып алған, қымыз ішіп отыр дейді, от души да. Жағдайды түсіндіреді ғой анаған. Сөйтсе ана батыр орнынан атып тұрып, жүгіріп барып жаңағы айғырына қарғып мінсе, ауыл ақсақалдары тұрып, ой, міне батыр, палуан, халықты ойлайтын адам осы деп айтып атқан ғой. Сөйтіп айтады дейді жаңа, ана батырлар ойланамыз деп жатыр, сен ойланбайтын бедің деген ғой. сөйтсе ана батыр резко бұрылып, бұндайда ойланатын түгі жоқ, бұндайда қашу керек. Короче, бір квартирада жастар, короче, отырыс ұйымдастырады ғой, вечеринка да. И содан кейін болады ғой, любой ортада бір панторез біреу. И араларында бір панторез бар екен да. Отыр дейді. Кеше балыққа бардық. Мынандай балық салдық деп айтады дейді. Рас міне мынандай семіз ұзын балық салдық деп айтады дейді. Қоймайды дейді. Міне мынандай балық салдық. 1 сағат өтеді, 2 сағат өтеді, 3 сағат өтеді. Әлі отыр дейді. Мынандай балық салдым деп. Қасындағы достарының ығыр шығып кеткен ғой. Сөйтеді анан, короче, қолын байлап тастайды ғой. Екі қолын бүйтіп байлап тастайды. Үндемейді дейді жаңағы байқұсшы. Болды ғой, қолын байлап тастады. Қасындағы достары, короче, прикол ұстайды ғой. Айтса енді, қандай балық ұстадың десе. Ана айтады, білмеймін, көзі мынандай деп отыр. Короче, бір әнші жігіт күніге азанғы таңғы сағат 6-да ашқарынға шикі жұмыртқа жеді екен. Жұмыртқаны алады екен, зубочисткамен вырк еткізіп кеседі екен да, деп сорады екенші. Еще денсаулығына пайдалы. Кәдімгідей дауысы да мощный болып кеткенші. Содан не керек, короче, күндердің күнде тағы да бір жұмыртқаны ішейін деп тас еткізіп жаңағы тесетті бүйтіп деп сорады. Ештеңке жоқ. Прикинь, жұмыртқаның ішінде ештеңке жоқ. Сорады, түсінбейді, короче. Жаймен бүйтіп қараса, ішінде бір балапан отыр дейді бүйтіп. Братан, жақсылап бір сорып жүрші.